ох дейді. Сосын Малайзиядан көрдім маркетплейстің не екенін, Индиядан көрдім дейді, Европадан да көрдім дейді маркетплейс. Бәрі маркетплейс ашып алған, сетевиктер сияқты донорлап жүрген ешкім жоқ дейді. Әркім өзінің үйінде отырып, затына саудасын жасайды, отырады. Біз шаруамыз жоқ, бізде тек пассивный доход түсіп жатады дейді. Тиындап сөйрет. Сол ертең күн ертең екі айдан кейін бізге келеді. 2 айдан кейін. Құрттай жаңа сілтеме деп айтып жатсыздар ғой, бірден болмайды екен. Біз құрттай асықпауымыз керек екен. Лихон Ли мырзаның планына қарағанда былай екен. Мына маркетплейс ертең ноябрьде шығады ғой. Мен ноябрьдің аяқтасын, декабрьдің 1 күні ашылсыншы. Біз 40-на шыдаған адам 41-іне шыдаймыз ғой. Декабрьде ашылсын, ноябрьдің 1 күні ашылсын, в любом случае ашылады. Да? Қазір жаңа айтып қалды ғой, Чечня, Россияда мықты жаңа кім? Қырғызстан, Итакта, Қазақстан, Өзбекистан, Монғолиядан шығып та Мадина деген мықты қыздар бар екен. Монғолия кеше Астанаға барғанда 2 күн семинарда болып қайттым. На днях прям 18-19.